Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен бірге Димаш және Асылым. Біздер бүгін сіздермен бүгін алған слаймдар бар, екеуін соларға обзор түсіретін боламыз, иә? Қалай қойып қойғансыздар? Өздері жинап қойғандары. Маған тек видео түсіретін кезде келе қойшы деді. Мына екеуін сабақ оқитын столдары. Так, қандай слайм алдыңдар? Көрсетеміз. Көрсетеміз. Так, мынандай слайм алды. Мына столдың, мынау Димаштың столы, сабақ оқитын. Оның тек қана бір несі бар, орындығы бар. Енді Димаш тұрып тұр. Я сабағын орындамайды, постоянно жерге отырып алып орындайды, кухняға орындайды. Так, мынандай не алды. Осы қазір осындай хит болып жатыр деп лапка алды. Ашып көрсетейік, давайте. Сосын сабақ оқуға осындай блокнот алып, сондай соның бәрін түсіреміз, соған обзор жасаймыз деп осындай видео түсіріп жатыр. Өздерінің сұраулары бойынша түсіріп жатырмын. Мынандай есепті математикадан есептеуге осындай счет дей ма, не деп айтады? Сондай алды. Черт дейсің ба, счет. Так, Асылым әкеліп көрсетейік. Қойып қойыңдар қағаздарды. Асылым вау деп шығады. Қайсы көрейік? Мынандай лапка. Мынау деген не, да? Неге мынандай не? Қолға жабысатын, да? Қайсы былай көрсетші. Ол андай өзі солай жабыстырып қойған. Білмеймін, мынандайды осындай инстаграмда хит болып жүр ғой. Типа слайм сияқты ма? Антистресс па, сондай бір нәрсе. Ішінде осындай 4 штук бар. Розовый не. Ой, кака. Асып қалды ма? Так, екінші нені ашасыңдар? Свай. Давайте ашыңдар. Асылым эмоциясы күшті енді. Оған бір нәрсе әкеліп берсе эмоцияны күшті көрсетеді ғой. Вау деп. Қайсы? Мынандай слайм алды, ішінде андай шариктар бар. Ойбай, қонға сапсы. Біздерде кешірерсіз, біздерде мына жақта качество шамалы, иә. Димаш, отыршы сен жаңағыдай деңмен. А то сен біреуің отырсың да, біреуің тұрып тұрсыңдар, дұрыс түсіре алмай жатырмын. Осындай слайм алды. Негізі осы арзан слайм да бұл. Арзан слайм осындай болады, білмеймін, маған ұнамайды. Мына слаймдар күшті чем оларға қарағанда. Мынандай короми, қазір мода ашқан короми, крем короми. Мынада короми ма? Мен короми алғанмын. Сомкім короми. Осындай алды. Ал, давайте ашыңдар. Димаш, отыршы. Сосын блокнотты ашамыз. Давай, Асылым коромиді несін аша берсін, слаймын. Сен блокнотыңды көрсет өзіңе қалған. Осындай, қайсы көрсет жерге. Осындай блокнот алып, екеу бір-бірден өздеріне блокнот таңдап алып. Димаштың алған осындай космос. Ашамыз. Мына ішіне мынандай короми шықты. Асылым жақсы көретін еді, осындай сумкасы да, аяқ киім бәрі короми. Қайсы? Цветі күшті, иә? Еще мынау манағы слайм сияқты қолға жабыспайды екен, мынау жақсы екен, иә? Күшті екен. Шариктарын тип мыналарды Асылым араластырасың. Қайсы Димаш несін ашты, блокноттың ручкасы бар қасында. Асылым немен ашылады мынау? Мынандай осылай ашылады. Не асфате? Блокнот не істейін, жазайын деп жүрген. Сурет саласың ба, не істейсің? Оған. Димаш, не істейсің оған? Сурет саласың ба? Қайсы ручкасы? Шетін басасың. Ручкасы дұрыс жасамайды сияқты что-то. Қазір қарап берем. Енді Асылым давайте екіншісін ашайық уже. Давайте, мынаны ашыңдар, сен Асылым екінші слаймды аш. Димаш мынандай лап қалды. Мынандай лапканы ашады, иә, Димаш? Мына деген мынандай немес. Какой-то қылшықтар бар ма? Не мынандай алдыдар? Қылшық қой мынау деген. Жіппен. Жіп емес, мынау вообще қылшық. Қазына жердің бәрін бүлдіретін бар. Мына пакеттеріне дейін тарап жүр ғой қылшықтар. Екінші лапқалар мынандай ужас. Қылшық қой мынау деген. Ужас, мына жуып аламыз ба, бір нәрсе істейміз, Димаш?
Так, енді үшінші алғандары мынандай лапка алды еще. Бар. Ой, лапканың түр-түрін алды. Мынау зат. Мынауың да қылшық қой. Блин, мынау да қылшық қой. Мынау да қылшық. Сосын төртінші тағы мынандай не үшін аламын? 4 па 5 па білмеймін. Осындай лапка алды. Лапканың түр-түрін алды бұлар. Екеуің енді сендер қызықсыңдар, қара мынандай да алып тұрсыңдар, мына қылшық пен. Мен вообще таңдап жатқанда қарамай едім өзім. Басқа оқу құралы бір нәрселер қарап жүргем, өздері алды ғой, таңдап кассаға келді. Екі бірдей алып қойғансыздар ғой, мынаны бірдей. Мынау фиолетовый, мынау жасыл. Енді блокнотыңды көрсетейік, давай Асылым. Мен мына соңғысын. Асылым блокноты. Типа Димаштікіндей, Димаштікі тип қосыңыз. Асылымдікі кукламен, я? Кукла. Сосын ручкасымен ба? Мен осыны таңдап алды өзі. Негізінде үшеу тұрсы от бер жат. Көрсетеші ручкасын бай. Мынандай ручкасы бар. Жұмсақты ғой, ұзын ба? Енді мынаны енді ұстамаңдар, салып қойыңдар, сосын жуып аламыз. Мынау қызық болды ғой. Қылшық. Неге олай шығарады екен? Мынаны ашпау керек. Біреуге подарить етеміз. Асылмен басқа неге оны мен не істеп жатсың? Димаш мынаны ашып жатыр. Жаңа лапканы ашып жатыр, екінші қылшық емес түрі бұл. Мынау үшінші не ғой, а? Слаймын ғой. Мына слаймды ашты. Бұл короми емес пе? Короми ма бұл? Бұл да короми да. И последний мына слайм қалды, ашатын тек. Күшті ма, ой? Ладно, аламыз сосын, сүре бер. Қарай бер. Ішінен шығып жатыр ма, өзін салып жатсың ба? Ладно, мына слаймды ашып көрсет. Мына шашылады шариктары. Күшті, я? Шариктары көп. Алып бершісің. Окей, алып берейін. Мынау, короче, мынандай слайм. Ішінде мынандай жылтырлар бар. Жабысып жүр. Қазасын ашып беремін. Мынаны ашпайтын болдық. Қылшықтар шашылады деп. Не болды Асылым? Қазір ашып берейін. Екеуің орталарыңа ойындар. Қайсы Димаш көрсетейін шарик? Жоқ, Асылым сен қолында екен ғой, көп шариктар, я? Үште осылай араластырып жатыр. Ладно, ал араластырыңдар. Асылым Димаштың апасы сияқты, Димаш құрса үйретті. Апатай сияқты. Кімде саңғы? Біздің алған заттарымыз осымен бітті, я? Сосын Димаш бұл мынандай, мына видеоға мына салған суретімді көрсетем дейді. Қазір көрсетейік Димаштың суретін. Бүткіл қаланы салым. Бүткіл қаланың емес, бүкіл елдің деп айт. Осындай елдің жалауларын салған нелерін. Флаг. Қазақстандық, жоқ, қазақстандікі мында дейді. Мыналар қандай? Димаш қай жақтікі? Америка. Мынау Америка, мынау қандай? Қазақстан, Россия. Қытай қайсысы? Қытай. Кішкентай еп сақ болған. Не қайсысы? Турция қайсысы? Молодец. Сіздерге видеоға көрсетем деп осысын алып келді мына жақта. Мына Америка. Америка дейді. Бұл осындай туларды, сондай немен патриот Димаш деген. Біздің туды сала береді отырып алып. Қазақстан туын. Достар, осымен видеомызды аяқтаймыз ба, балалар? Көрсетіп болдық, я, обзор жасап болдық. Осылар алған заттары, осылар бүгін. Егер де достар сіздерге видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар, бізді қолдап отырыңыздар. Және де біздер, егер сіздер видеомызға көп лайк жиналатын болса, міндетті түрде қызықты, одан да көп, одан да күшті қызықты видеолар сала беретін боламыз, я? Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Пока. Пока.